Сәлеметсіздер ме? Мен Май ауданы жалпы орта білім беру мектебінің биология пәнінің мұғалімі Жантенова Жұлдыз Асылболатқызы. Менің жобамның атауы ерте жастан бастап экологиялық мәдениет жобасы. Білім алушыларды тәрбиелеудің негізгі идеясы ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар. 2021-2022 оқу жылында білім беру ұйымдарында 12 жоба ішінен мен ерте жастан басталатын экологиялық мәдениет жобасын таңдадым. Жоба мақсаты қоршаған орта мен табиғат, жергілікті жердің экологиясы мен өсімдіктерін, жануарларын, Қазақстанда қалыптасып отырған экологиялық жағдайлар мен оларды шешудің оңтайлы жолдарын жан-жақты қарастыру негізінде ұрпаққа үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру. Жоба міндеттері: экологиялық тәрбие мен білім беруді жергілікті жердің табиғатын қорғау міндетімен ұштастыру. Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелерінің теориялық жағынан негіздеу. Қоршаған ортаны қорғауға деген адамгершілік сезімі мен жауапкершілікке тәрбиелеу. Өзінің туған өлкесін сүюге, табиғи ортасын аялауға, туған өлкесіне жанашырлық сезіммен қарауға үйрету. Күтілетін нәтижелер: білім алушылардың бойында адам, қоғам, табиғат жүйесі және олардың өзара байланысы туралы білім базасы. Экологиялық мәдениеттің бастауы: табиғат объектілері мен құбылыстарына саналы түрде дұрыс көзқарас. Экологиялық ойлау: экологиялық әдеттер, практикалық құзыреттер мен дағдылар. Тәжірибе жасау, талдау, қорытынды жасау дағдылары. Белсенді экологиялық азаматтық қалыптасады. Жобаны іске асыру тетіктері: білім алушыларды экологиялық тәрбиелеу, әкімшілікпен өзара байланыс, педагогикалық ұжыммен жұмыс, білім алушылармен жұмыс, ата-аналармен жұмыс, қоғаммен жұмыс ұйымдастыру. 2021-2022 оқу жылында 6 сынып үшін экология қолданбалы курсын аштым. Курс бағдарламасына жаратылыстану жоғары мектебінің доценті, Павлодар педагогикалық университетінің биология ғылымдарының кандидаты Гүлнар Төлендинова пікір жазды. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында жас эколог үйірмесі қыркүйек айынан бастап жұмыс жасайды. Үйірмеге 3-8 сынып оқушыларынан 26 оқушы қатысады. Мектеп оқушылары эко-сөмкелер өз қолдарымен атты жаңа облыстық жобаға қатысты. Оқушылар ауылымыздың дүкендерін аралап, өтіп бара жатқан адамдарға акцияның мәні туралы қысқаша айтып, өз қолдарымен жасалған чопперлерді сыйға тартты. Экобум жобасы аясында 1 сынып оқушылары болашақ бағы аллеясына шырша ағаштарын отырғызды. Мектебіміздің ұстаздары мен оқушылары ауыл көшелерінің тазалығын сақтауға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруда өз үлестерін қосуда. Экобум жобасы аясында Құстар кафесі атты экологиялық акцияға мектебіміздің оқушылары белсенді қатысуда. Жақсылық жаса пластикалық қақпақшаларды жинау акциясы мектебімізде ұйымдастырылды. Мектеп оқушылары мен мұғалімдері экокросс акциясына қатысты. Акцияның мақсаты қызықтырғыш жарыс түрінде қоқысты жинаудың, қоршаған ортаны қорғаудың, спорт пен салауатты өмір салтын насихаттаудың, экологиялық мәдениетті енгізудің және туған өлкенің табиғатына мұқият қараудың маңыздылығына назар аударту. Мектеп қызметкерлері мен мектеп оқушылары қолданылған батареяларды және ПВХ өнімдерін жою акциясына қатысты. Қорытындылай келе, жоба оқушыларға биологияның іргелі ұғымдары мен аумағы бойынша өз білімдерін тереңдетеді және жүйелейді. Жоба оқу үрдісінде мынадай нәтижелер береді: экологиялық білімін табиғатқа қамқорлық жасауға дағдыландыру жолдарын көрсетеді. Ерте жастан бастап экологиялық мәдениет жобасы оқушылардың танымдық белсенділігін, қызығушылығын арттыруға бағытталған. Осы жоба алдағы уақытта жалғасын тауып, нәтижесін береді деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.